Тікелей эфирде жаңалықтар. Облыстық татар этномәдени бірлестігінің 10 күндік аясында достық үйінде мерекелік кеш өтті. Патриоттық рухқа толы іс-шарада Жасмин, Сарман ансамбльдері мен номер 112 мектеп ұжымы өнер көрсетті. Көрерменге қайта тірілген сурет мизасценасы ұсынылып, соғыс қасіретін сезіндірген әндер мен жеңіс күніне арналған жалынды шығармалар орындалды. Ерлік пен өрлікке үндейтін әсерлі әуендер көрерменнің көңілін сан түрлі сезімге бөледі. Война. Страшное слово. Соғыс жайлы айту өте ауыр. Біз қазір бейбітшілік пен достық орнаған елде өмір сүріп жатырмыз. Әлемде әрқашан тыныштық болсын. Шын жүректен мерекемен құттықтаймын. Мейрамдарыңыз өте құтты болсын. Баршамызға тыныштық болған жақсы, ынтымақ болған жақсы. Біздің осы болып жатқан концерттеріңіз өте қатты ұнады. Илері де, балдардың жақсы таланттары да өсе берсін, өрлей берсін. Келешекте осылар жаңағы дамып, жан-жақты жаңағы білімді болғанын қалаймын.